Сәлем құрметті жан, Перизат Сұлтан каналына қош келдің. Махаббаттың бес тілі Гэри Чэпмен. Автор Гэри Чэпмен адамдар арасындағы қарым-қатынас мәселелері бойынша әлемге танымал кеңесші, философия докторы. Ол өз өмірін ешқашан өзектілігін жоғалтпайтын махаббат пен неке тақырыбын жан-жақты зерттеуге арнаған. Чэпмен 20-дан астам кітап жазды. Солардың ішіндегі белгілісі, әрі көп оқылғаны «Махаббаттың бес тілі» кітабы. Аңдатпа. «Махаббаттың бес тілі» алғаш рет 1992 жылы ақш-та жарық көрді. Бұл кітап содан бері 38 тілге аударылып, 5 миллионнан астам данасы сатылды. Автор кітапта берік отбасы мен бала тәрбиесіне қатысты көпшілікті толғандыратын сұрақтарға жауап беріп, күнделікті өмірде кездесетін шынайы мысалдар келтірген. Кітаптың құндылығы мен маңызын мына бір оқырманның пікірі дәлме-дәл сипаттайды. Менің ойымша бұл кітапты неке куәлігінің орнына беру қажет. Бұл кітап отбасылық өмірдің құпиясын ашатын кілт іспетті. Неке не себепті бұзылады? Автор келтірген статистикалық деректерге сүйенсек, ақш-та алғаш бас қосқандардың 40%, қайта некелескендердің 60%, ал үшінші рет үйленгендердің 75% ажырасып кетеді екен. Бірінші рет үйленгендердің ажырасу көрсеткіші әлемнің өзге де елдерінде осы шамада. Мысалы, Қазақстанда жас жұбайлардың 3-тен 1 ажырасып кетеді. Бұл өкінішті. Бұл көрсеткіш жыл сайын артып отыр. Мұның себебі неде? Бір кездері бір-біріне құштар болып, берік отбасы құрғысы келген адамдар неге тез суынып, ірге ажыратқан жөн санайды. Үйленгеннен кейін махаббат қайда кетеді? Гэри Чэпменнің ойынша мұның басты себебі адамдар бір-біріне махаббаттың түсінікті тілінде сөйлемейді. Сондықтан тіл табыса алмайды. Басқаша айтсақ, үйленген соң жас жұбайлар бір-біріне құштар болып, ғашықтық сезімдерін өздерінше білдіруге қанша тырысса да түсінісе алмайды. Махаббаттың түрлі тілінде сөйлеген соң, ерлі-зайыптылардың эмоциялық қарым-қатынасы бастапқыда-ақ бір-бірімен үйлеспей жатады. Отбасылық өмірдің жастардың бір-біріне деген ынтығы басылмаған алғашқы кезеңінде ұсақ-түйек болып көрінетін келіспеушілік бара-бара еңсерілмес қарама-қайшылыққа айналып, ақыр соңы өкінішке ұрындырады. Автордың пікірінше, махаббаттың негізгі 5 тілі бар: қолдау, сөзбен дем беру, уақытты мазмұнды өткізу, сый-сияпат жасау, қызмет ету және жанасу. Біз осыларды танып біліп, өзіміздікімен қоса жұбайымыздың негізгі махаббат тілін анықтасақ, отбасымызды қалай бақытты етуге болатыны туралы толыққанды ақпарат аламыз. Отбасылық өміріміз бақыт пен сүйіспеншілікке толы болсын десек, жұбайымыздың негізгі махаббат тілін міндетті түрде үйреніп алғанымыз жөн. Кез келген ата-ана баласының бақытты, табысты адам болғанын қалайды. Ендеше балаларымызбен сөйлескенде де осы принципке сүйенуіміз керек. Ал бұл принциптерді күнделікті өмірде қалай басшылыққа аламыз, оны білгіңіз келсе, осы кітапты оқыңыз. Махаббат сауыты толы болсын. Гэри Чэпмен психологтардың пікіріне сүйене отырып, адамның эмоциялық қажеттілігін бірі әрі негізгісі сүйікті болуға деген қажеттілік екенін айтады. Адамдар махаббат үшін ерлік жасайды, асқар шыңдарды бағындырады, теңіз кешіп жүзіп өтеді. Тіпті небір қиындықтарға төзеді. Автордың айтуынша, кітаптың негізгі мақсаты біздің эмоциялық саулығымыз үшін зор маңызы бар махаббатқа мейлінше зейін қою. Махаббаттың негізгі 5 тілі бар: қолдау, сөзбен дем беру, уақытты мазмұнды өткізу, сый-сияпат жасау, қызмет ету және жанасу. Мысал ретінде Чэпмен психиатрия саласында балалар мен жасөспірімдерді емдеуге маманданған профессор Росс Кэмпбеллдің сөзін келтіреді. Әр баланың жан дүниесінде эмоциялық сауыт бар. Оны махаббатпен толтыру қажет. Бала шын махаббатты сезінгенде ғана қалыпты жетіледі. Бірақ махаббат сауыты бос қалса, баланың мінез-құлқы бұзылады. Чэпмен бақытсыз неке мен баянсыз махаббат туралы бір кездері аралары жақын болған адамдардың не үшін бір-біріне жат болып, тіпті дұшпан болып кететінін сөз ете отырып, әр некенің түбінде өзіндік махаббат сауыты жатады деген ойға бекиді. Ерлі-зайыптылар бір-біріне жылылық сыйлауға,
күш салып, махаббат саудын толтырып отырса, үй ішінде отбасы мүшелерін шынайы бақытқа бөлейтін эмоциялық ахуал орнайды. Олай болмаса, арадағы сезім суып, бірте-бірте сөніп тынады. Ғашықтық пен махаббаттың арасындағы айырмашылық неде? Бәріміз де албырт шақта көзсіз ғашық болдық. Ал кейбір адамдар есейіп, ақыл тоқтатқан шақта да екінші немесе үшінші рет ғашық болып сезімге бой алдырады. Әдетте ғашық болған адам жұбын мінсіз жан ретінде көріп, есілдерді соған ауады да, айналада не болып жатқанын аңғарудан қалады. Көпшілігіміздің осы ғашықтықтың арасында отбасы құрғанымыз да рас. Бірақ өкінішке орай ғашықтық сезімді мәңгі сақтау мүмкін емес. Бұл шынайы өмірден алшақ жатқан, жалған әрі өткінші сезім. Отбасылық жұптардың өмірін зерттеген белгілі психолог Дороти Теновтың пайымынша, ғашықтық орта есеппен алғанда 2 жылға созылады. Ғашықтықтың арқасында арғы ата-бабаларымыздан бермен қарай адам баласы ұрпақ өрбітіп, балаларды тәрбиелеп келеді. Ғалым ұрпақ жалғастыруға себеп болатын осы сезімді биологиялық соқыр механизм деп атайды. Кітап авторының айтуынша, ғашықтық сезімі өткен соң, біз күнделікті күйбең тіршілікке қайта оралып, бір-бірімізге кінә артып, шағым айта бастаймыз. Ер адам төсекте жақындасуды қаласа, әйел адам шаршағанын айтып бас тартады. Әйел әке-шешесінің үйіне барып қайтайық десе, ер адам оның ешбір туысымен араласқысы келмейтінін айтып, шорт кеседі. Сол секілді. Уақыт өте келе рахат күйге бөлейтін ғашық сезімі ғайып болады да, алдыңғы орынға әр адамның жеке қалауы мен тілегі, ойы мен әдеттегі мінез құлқы шығады. Адам тумысынан өзімшіл әрі ешқайсымыз өз мүддемізді жұбымыз үшін құрбан ететіндей альтруист емеспіз. Оның қажеті де жоқ. Ғашықтық сезімі басылған соң жұптардың немесе жұбайларының өмірінде жаңа кезең басталады. Осыдан сәл-ақ бұрын бір-бірінсіз өмір сүре алмастай көрінген жұптардың кейбірі суысып, ақыры ажырасып тынады. Ал кейбірі көз байлайтын ғашықтықтан арылып, нағыз махаббатты бағалай білуді үйренетін ауыр жолға қадам басады. Психиатр Скотт Пекпен жоғарыда біз айтып өткен Дороти Теновтың пікірінше, ғашықтықты махаббаттан ерекшелейтін 3 айырмашылық бар. Бірінші, ғашықтық біздің еркіміздің немесе саналы таңдауымыздың нәтижесі емес, себебі қанша тырыссақ та өзімізді мәжбүрлеп ғашық ете алмаймыз. Екінші, ғашықтық махаббат емес, себебі ол бізден тәртіп пен саналы күш-жігерді талап етпейді. Үшінші, ғашықтық әу бастан-ақ өзіміздің өсіп жетілуімізді де басқа адамның дамуын да көздемейді. Керісінше ғашық адам өсіп жетілуді қажет етпейді, себебі ол өмірлік бақыттың шыңына шыққандай күй кешеді. Ал пісіп жетілген шынайы махаббат ғашықтық сияқты емес, әлде қайда тереңге бойлайтын сезім. Ол адамнан белгілі бір күш-жігерді, тәртіпті, тіпті ерік-жігерді талап етеді. Мұндай махаббат көзсіз сезім емес, сондықтан адамның өсіп жетілу қажеттігі мойындайды. Содан біз жұбымызға пайдалы болатын, оның өмірін мәнді де мағыналы ете түсу үшін саналы түрде күш жұмсаймыз. Осы әрекетіміздің арқасында жұбымыздың шынымен бақытты екенін көргенде жанымыз жадырап рахаттанып қаламыз. Бұл біздің саналы таңдауымыз, және жанымыздағы бақытты адамды көргенде өзімізде шын бақытты сезінеміз. Махаббат пен сүйіспеншілікке деген қажеттілігі қанағаттандырылса ғана адамды эмоциялық жағынан сау деп есептеуге болады. Жұбымыз бізді қабылдап, қолдайтынына және шынымен де өзінің жан-жар ретінде қарайтынына сенімді болсақ, өзімізді қауіпсіз сезінетін боламыз. Махаббаттың бірінші тілі жұбыңды қолдап қуаттау. Ерлі-зайыптылардың көпшілігі өкінішке орай ауызша ілтипаттың немесе қолдап қуаттаудың құдіретін түсіне бермейді. Бұл қарым-қатынасты нығайтатын бірден-бір құдіретті күш. Сен өте әдемісің. Саған мына көйлек сондай жарасады. Сен тамақты сондай дәмді етіп пісіресің. Шаш кептіргішімді жөндеп бергеніңе көп рахмет. Көңілге дейін беретін мұндай сөздер естіген сайын, соған сай әрекет етіп, жұбайының көңілінен шыққың келіп тұрады. Махаббаттың мақсаты өз қалағаныңызды алу емес, өзіңіз сүйетін жанның игілігі үшін әрекет ету.
жұбымыз бізді қабылдап, қолдайтынына және шынымен де өзінің жан-жары ретінде қарайтынына сенімді болсақ, өзімізді қауіпсіз сезінетін боламыз. Махаббаттың бұл тілінің диалектілері жетерлік. Олардың қатарында өтініш, қолдау білдіру, қандай да бір жұмыс атқарғанда дем беру, алғыс айту, жақсы көретініңді көрсету, ниет таныту, мақтау, жұбыңыз үшін бұлардың барлығының пайдасы көп. Жақсы сөз арқылы біз жұбайымызға мен жаныңдамын, сенмен біргемін, сені әрқашан қолдаймын және маған қашанда арқа сүйей аласың деген хабарды жеткіземіз. Осы мәселеге автор әңгімелейтін Элисон мен Кенттің оқиғасы жақсы мысал бола алады. Элисон тарихшы болғандықтан түрлі тақырыпты қозғап, мақала жазғанды ұнататын. Оларды жариялағысы келгенмен ұзақ уақыт бойы ешбір редактор бұл жазбаларды жарата қоймайды. Элисон мен бас қосқанына бірнеше жыл өткен соң Кент оның бір мақаласын көріп қалады. Кент бұған дейінгі уақытын қызмет істеп мансап қуыммен өткізген еді, бірақ уақыт өте келе өмірдің мәні табысқа жетуде емес, отбасылық қарым-қатынаста екенін түсінгенді. Зайыбының мақаласын оқып шыққаннан кейін ол былай дейді: Элисон, сен тамаша жазасың. Жазу стилің де өте жақсы. Мына мақала қалай да жариялануы керек. Сен өз ойыңды қағазға түсіргенде өте шебер жеткізесің. Бұған дейін мақаласын ешбір басылым қабылдамаған Элисонның күні бүгінге дейін кәдімгідей тәжірибе жинағанына, енді мәселені жан-жақты саралай отырып, әлдеқайда салиқалы да салмақты жазуға дағдыланғанына көз жетеді. Жолдасының сөзі дем беріп, мақалаларының басылымдарға қайта жіберуге бел буды. Бірнеше жыл өткен соң Элисон танымал авторлардың біріне айналып, түрлі басылымдарда оның талай мақаласы жарияланды. Жақында ғана ол бір баспадан кітабын шығаратын болып, келісімшартқа қол қойды. Байқағанымыздай, көңілге дем беріп қолдау көрсететін сөздер аса үлкен істер атқаруға себеп болады. Сондай сөздер адамның өзіне деген сенімін арттырады. Жұбайлардың арасын жақындата түседі. Жан жарасын жазуға көмектеседі. Жұбыңыздың қабілет, қарымын толықтай ашуына септеседі. Сіздің мінезіңіз тұйықтау болғандықтан, немесе сіздің махаббат тіліңіз басқа болғандықтан, бәлкім мұндай сөздерді үнемі айтып отыру сізге қиын тиетін шығар. Бәлкім сізге махаббаттың бұл тілін меңгеру, әр жұбайыңызды үнемі сынап, кінәлап отыратын әдетіңізден арылу қиынға соғар. Бірақ мұны меңгеріп алсаңыз, өз отбасыңызды бақытқа бөлеп, үйіңізді жылы ұяға айналдыра аласыз. Махаббаттың екінші тілі – уақытты мазмұнды өткізу. Уақытты мазмұнды өткізу эмоциялық әсер жағынан махаббат сезімін жеткізудің ең бір қуатты тәсілі. Ол жұбыңызға ғана көңіл бөлетініңізді білдіреді. Екеуі ара өздерің үшін маңызды нәрселер жайлы әңгімелесіп, жай ғана серуендеп қайтқанның өзі неге тұрады? Немесе мейрамханаға барып екеуіңіз үшін де қымбат, әрі ыстық сәттерді еске алып, әңгіме дүкен құрғанның өзі бір ғанибет. Осындай сәттерде екеуіңіз бір-біріңізге риясыз көңіл бөліп, өздеріңізге ғана тән жайлы отбасылық әлемді қалыптастырасыздар. Жақындық, кең мағынада алсақ рухани туыстық, мазмұнды уақыт өткізудің аса маңызды қыры болып саналады. Оның басты белгісі жұбыңа барынша зейін қою. Әйелмен әңгіме үстінде теледидар қарап отыратын күйеуі онымен бірге мазмұнды уақыт өткізбейді. Өйткені жұбайына жеткілікті көңіл бөлмейді. Бірақ егер ерлі-зайыптылар әлдеқандай ортақ іспен айналысса, демалыс кезінде немесе күнделікті шаруа барысында болсын бәрібір, әрі бірге өткізген уақыттарында бір-бірінің көңіл күйіне барынша мән берсе, бұл олардың эмоциялық жақындығының және бірге болуды қалайтындарының, бірлесе отырып, ортақ шаруамен айналысқанды ұнататындарының айқын белгісі. Уақытты мазмұнды өткізу түсінігі бір-бірін қолдап, қуаттап әңгімелесу секілді сан қырлы болып келеді. Және оның диалектілері де жетерлік. Олардың арасында мәселен мазмұнды әңгіме, яғни ерлі-зайыптылар өз ойларын, уайымын, тілек қалауын, проблемаларын айтуды автор жанашырлық диалогы деп атайды. Мазмұнды әңгіме барысындағы екі басты кісі қасиеті тыңдай білу мен ести білу. Жұбының саған не айтқысы келгенін ұғу үшін айтқанына барынша зейін қою. Сондай-ақ
Мазмұнды әңгіме барысында жанашырлықпен тыңдай білу жеткіліксіз, ойыңды жасырмай ашық айтуда аса маңызды. Келесі бір диалект ерлі-зайыптылардың екеуіне немесе біреуіне ұнайтын мазмұн түспен айналысу. Мұнда не істейтініңіз емес, мұны не үшін істейтініңіз маңызды. Мұндағы мақсат әлденені бірге бастан өткеру және орталық нәрселердің бар екенін сезініп ой түйу. Ол көбіне менің қамымды ойлайды, маған ұнайтын нәрсені жасағысы келеді және мұның бәрін жарқын көңіл-күймен атқарады. Өз ойларының дәлелі ретінде Чепмен отбасылық қарым-қатынас мәселелеріне арналған семинарларының бірінде айтылған пікірді келтіреді. Онда автор семинарға қатысушыларға мына сөйлемді өз сөздерімен аяқтауды ұсыныпты. Күйеуімнің немесе әйелімнің махаббатын мен көбіне мына жағдайда сезінемін. Ол көп нүкте. Үйленгеніне 9 жыл болған 29 жасар ер адам былай деген екен. Мені әйелімнің сүйетінін, оған немесе маған ұнайтын әлденені екеуміз бірлесе отырып істегенде барынша сезінемін. Мұндайда біз ұзақ әңгімелесеміз. Екеуміз қыз-жігіт болып кездесіп жүргендегідей сезімде боламын. Бар назарымыз бір-бірімізге ауады. Бірге театрға, симфониялық концертке, спорт жарыстарына, тіпті ерлі-зайыптылардың біреуі аса ұнатпаса да бірге бару, табиғат аясына бірге серуенге шығу, мұның барлығы да отбасын берік ете түсудің амалдары. Неке мен отбасы дегеніміз қалыптасқан өлшемдерге сүйеніп жасала салатын жоба емес. Ол үнемі көңіл бөлу мен дамытып отырудың қажет ететін қарым-қатынас. Махаббаттың үшінші тілі сый-сияпат алу. Сыйлық махаббаттың көзге көрінетін белгісі деуге болады. Бұл қолға ұстап тұрып, ол мен туралы ойлайды екен ғой, немесе ол мені есіне алып жүрген екен деп айтқызатын дүние. Әңгіме сыйлықтың бағасында емес, бәрінен бұрын өз сезімін білдіру үшін берілген сыйлықтың артында тұрған осы ойлар маңызды. Егер жұбайыңыздың негізгі махаббат тілі сыйлық алу болса, сіздің сый-сияпат берудің жөнін білер кісіге айналуыңыз ғажап емес. Махаббаттың бұл тілін үйрену оңай. Сыйлықты қандай да бір себеппен береміз. Кейде еш себепсіз берсек те артық етпейді. Оны сатып алуға, іздеп табуға немесе қолдан жасауға болады. Қалты таяздау болған кезде сыйлық ретінде ұсақ-түйек нәрселерді де бере аламыз. Мысалы, хат жазуға, далада өсіп тұрған гүлді жұлып беруге, тіпті болмаса өз қолыңмен қағаздан жүрекше қиып беруге де болады. Бұл жұбыңызды бағалайтыныңыздың, сүйетініңіздің белгісі болмақ. Әрі оны үнемі ойлап жүретініңізді, көңілін көтергіңіз келетінін білдіреді. Сый-сияпат жасап үйрену үшін әрі оны қалыптасқан стереотиптерге сүйеніп емес, жан қалауыңызбен беріп әдеттену үшін бұған дейін жұбайыңызды шын қуантып, масаттандырған сыйлықтарыңызды еске түсіріңіз. Жұбайыңызға не ұнайтынын ескере жүріңіз. Сыйлық алғанда осы нәрселерді алуға тырысыңыз. Жұбайыңыздың негізгі махаббат тілі сыйлық алу болса, оның бұл еңбегіңізді жоғары бағалайтынына күмәніңіз болмасын. Сыйлық алу негізі махаббат тілі саналатын адамдарға сый беру арқылы сіз отбасылық қарым-қатынасты жақсартуға, махаббат сауытын толтыруға елеулі үлес қосасыз. Ал махаббат сауыты сүйіспеншілікке толы болғанда, сүйіктіңіз өз сезімін сізге түсінікті тілде жеткізеді. Осылайша ерлі-зайыптылардың екеуінің де эмоциялық қажеттілігі қанағаттандырылса, отбасы мен неке жаңа бір деңгейге көтеріледі. Чепменнің ойынша, сый-сияпат жасау тілінің өзінде сыйлау, яғни қажет кезінде жарыңның жанынан табыла білу деген диалектісі бар. Шын мәнінде бұл көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін сыйлық, бірақ көп нәрседен хабар береді. Кейде адамдар үшін ауыр сынаққа тап болған кезде, немесе қиын мәселелер туындағанда, сүйікті адамыңның жанында болуы маңызды. Автор осыған орай Дон мен Дженнің өмірінен мысал келтіреді. Джен ұзақ уақыт бойы күйеуі өзінен гөрі спортты артығырақ көреді деп келді, және осы ойдан арыла алмады. Ал Джен босанған кезде ауруханаға келген Дон әйелінің жанында аз ғана уақыт отырып, артынша достарымен софтбол ойнауға кетіп қалды.
Джейн үшін мұндай маңызды сәтте күйеуінің жанында болу аса маңызды еді. Сондықтан Донның бұл қылығынан қатты ренжіді. Күйеуі беріп жіберген бір құшақ раушан гүлі де оның көңіліне демеу бола алмады. Джейн ұзақ уақыт бойы күйеуінің бұл сатқындығын кешіре алмай жүрді. Ол болса әйелінің неден суынып кеткенін түсіне алмай әлек болды. Арнайы маманнан кеңес алған соң ғана Дон өмірдің күрделі әрі жауапты кезеңінде әйелінің жанында болу ол үшін ең маңызды сыйлық екенін түсінді. Осыдан соң Дон өзін өзгертуге күш салып, Джейн үшін маңызды саналатын қадамдар жасады. Ақыры Джейн оны кешірді. Олардың отбасылық қарым-қатынасы жаңа сатыға көтерілді. Махаббаттың төртінші тілі қызмет ету. Қызмет ету дегеніміз жұбайыңызды риза етіп, алғыс айтқызатындай әрекет ету. Мұндай әрекеттерге мысал ретінде мыналарды келтіруге болады. Тамақ жасау, киім үтіктеу, ыдыс-аяқ жуу, қоқыс сыртқа шығару, шаң сүрту, итті далаға серуенге алып шығу, мысықтың бүлдірген жерін тазалау, аквариумдегі суды ауыстыру және тағы басқа. Бұл жұмыстарды атқару үшін уақыт, күш-жігер қажет, ал оларды риясыз көңілмен істеу махаббатты көрсетудің нақты тәсілі саналады. Қызмет ету дегеніміз ерікті әрекет. Бұл жұбыңның қажетіне жарасам деген риясыз көңіліңді білдіреді. Қызметке мәжбүрлеуге болмайды. Күшпен қызмет еткізу тұрмыстық қысыммен тең болмақ. Ал махаббатты талап ете алмайсың. Өзіміз үшін әлденені өтініп сұрай аламыз, бірақ қалай болғанда да талап етуге болмайды. Талап ету сезімнің ағынын тежейді. Ал сыпайы түрде өтіну оның дұрыс арнаға қарай бұрады. Қызмет етуді сипаттай отырып, автор Марк пен Мэридің отбасындағы жағдайды әңгімелейді. Олар үйленген соң 2 жыл өтер-өтпес отбасының шаңырағы шайқала бастағанды. Мэри күйеуінің үй шаруасына көмектеспейтінін, бос уақыты болса аңға немесе балық аулауға тайып тұратынын айтып кінәласа, Марк әйелінің шешесіне жиі баратынына наразы болып үйге қарамай, өз жұмысымен кетіп қалатыны үшін күнә тағатын. Бір қызығы, қыз жігіт болып жүрген кездерінде Марк пен Мэри күнделікті ұсақ-түйек шаруалар шықса, бір-біріне аса бір ықыласпен көмектесетін еді, бірақ үйленген соң мұндайдан екеуі де пышақ кесті, тыйылды. Марк өз отбасынан көргенін істеді. Оның үйінде әкесі жұмыс істеп ақша тапса, анасы үй шаруасымен айналысатын. Мэри болса, Марктың тым талапшыл болып кеткеніне ренжіп үй шаруасын атқаруды қойды. Чепмен Марк үшін де, Мэри үшін де негізгі махаббат тілі қызмет ету екенін түсінгеннен кейін, олардың күнделікті өмірде бір-біріне не күтетіндерін, бір-біріне айтқысы келген өтініштерін тізіп жазуды өтінеді. Мұны орындай бастаған ерлі-зайыптылар бір-бірін түсінді де, уақыт ете келе олардың отбасылық өмірі қалыпқа келді. Негізгі махаббат тілі қызмет ету болып саналатын жұптарға Чепмен мұндай кеңес береді. Сүйіспеншілік қызмет ету – бұл жұбайлардың үмітін ақтап, тілегін орындау. Оның өтінішін жерге тастамай, айтқанын орындаңыз. Жұбайыңыздың көңілінен шығатын аса қиын емес 3 міндетті, бұлар сізге ұнамаса да мейлі. Таңдап алыңыз да, жарыңызға айтқызбай орындап, оны таң қалдырыңыз. Жұптардың көпшілігі еркектің немесе әйелдің жұмысы деген қасаң түсініктерден бас тартса да, бейсаналы түрде әлі күнге дейін мұндай жұмыстардан тартыншақтайды. Осындай жұмыстарды бірлесе отырып істеген кезде бастан кешіретін сезімдеріңізді, әркімнің отбасында осы мәселеге қатысты қандай да көзқарас болғанын талқылаңыздар. Жұбайыңыз сізге не істесін? Өзіңізге ұнайтын 4 шаруаны таңдап алыңыз. Жұбайыңыз да осындай 4 міндеттерді тізіп шықсын. Әрі қарай осы міндеттерді мәжбүрмен немесе сен маған, мен саған деген саудамен емес, сүйіспеншілікпен орындаудың жолдарын қарастырыңыздар. Үйленген соң қыз жігіт болып кездесіп жүрген кездегідей емес, басқаша мінез-құлық көрсете бастаймыз. Отбасындағы проблемалардың көпшілігі міне осыдан туындайды. Өзгеріп бара жатқандарыңызды байқасаңыздар, қол ұстауға себеп таппай жүрген алғашқы кезде махаббатқа қалай қызмет ететініңізді еске түсіріңіз де, сол тәсілдерді қолданып көріңіз. Махаббаттың 5-ші тілі жанасу. Махаббатты білдірудің негізгі тәсілдерінің бірі қолдан ұстау, сипау, құшақтау, сүю сияқты жанасу екені белгілі. Балалардың дамуына қатысты жүргізілген көп зерттеулер жақындары үнемі көтеріп жүретін, құшақтайтын, сүйіп, өбектейтін сәбилердің эмоциялық денсаулығы
Ұзақ уақыт бойы мұндай тән жылуын сезінбеген сәбилерге қарағанда әлдеқайда жақсы болады деген қорытынды жасайды. Балаларын жиі құшағына алып, сүйіп, сипалап, еркелететін жандарды ақылды ата-ана деуге болады. Мұның барлығы ерлі-зайыптылар қарым-қатынасында да маңызды орын алады. Бір-бірінің қолынан ұстау, құшақтау, өбу ерлі-зайыптылар ішінде махаббатты білдірудің қуатты тәсілі болып саналады. Негізгі махаббат тілі жанасу болып табылатын жұбайды қолынан ұстамаса, құшақтап сүймесе, ол өзін сүйікті сезіне алмайды. Керісінше өзін қорланғандай сезінуі мүмкін. Ал бұл жағдай отбасының іргесін берік ете түспейтіні белгілі. Жанасу қарым-қатынасқа жан бітіруде оны бір жола күйретуі де мүмкін. Өйткені жанасу махаббатты да жек көрініш сезімінде білдіреді. Біздің тұла бойымызда тарыдай ұсақ сезім рецепторлары кең тараған. Осы рецепторларға қол тигізсе немесе оларға қаттырақ қол тиіп кетсе, тиісті сигнал дереу миға жетеді. Ми бұл ақпаратты өңдейді де, біз бұл жанасуда салқындық әкелетін немесе жылу сыйлайтын қатыгездікті немесе жұмсақтықты сезінетін, достық пейілдегі және немесе жаулық ниеттегі белгі ретінде қабылдаймыз. Шапалақпен тартып жіберу немесе басқа да теріс ниеттің кез келген бала үшін зардабы ауыр. Ерлі-зайыптылар арасындағы мұндай әрекеттер негізгі махаббат тілі жанасу болып саналатын адамдар үшін бәрін күл-талқан етуі мүмкін. Ерлі-зайыптылар арасындағы мұндай жанасулар түрлі формада болуы мүмкін. Кейде барынша көңіл бөлуді талап етсе, кейде жасырын ғана бір сәттік сезім ретінде көрініс береді. Сіз үйден шығарда немесе қайтып келгенде жұбайыңызды жай ғана құшақтайтын немесе сүйетін шығарсыз. Бірақ осы қас-қағым сәттегі әрекет оған көп нәрседен хабар береді. Егер жұбайыңыздың негізгі махаббат тілі жанасу екенін байқасаңыз, оған деген махаббатыңызды білдірудің жолдарын табуды өз қиялыңыз ғана шектейді. Жанасудың жаңа тәсілдері мен жолдарын байқап көру тамаша сынақ болуы мүмкін. Бірақ міндетті түрде сіздің бұл әрекетіңізді жұбайыңыздың қабылдай алатынына көз жеткізіңіз. Кей адамға әлдене ұнамауы мүмкін. Дәл қазіргі сәтте жағымсыз сезілуі немесе кері әсер етуі де мүмкін. Мұндай жағдайда бәрін мұқият сөйлесе отырып пәтуаға келу қажет. Қалай болғанда да жанасу махаббаттың тілі ретінде, мейлі ол жай ғана сүю болсын немесе жұбайлардың арасы ынтызарлықпен құшақтасу болсын, жақын адамдар арасындағы аса күшті қарым-қатынас түрі болып саналады. Негізгі махаббат тіліңізді қалай анықтауға болады? Кей адамдар өзінің жұбайының махаббат тілін еш қиындықсыз анықтай алады. Ал кейбіреулер тосылып қалуы мүмкін. Егер сіз өзіңізге не жұбайыңызға тән махаббат тілін бірден нақты айта алмасаңыз, мұны жылдамырақ анықтап алғаныңыз жөн. Себебі мұны білмей тұрып отбасылық өмірден үйлесім табу мүмкін емес. Махаббат тілін анықтау үшін автор мынандай бірнеше сұраққа жауап беруді ұсынады. Бірінші, маған жұбайымның махаббатын барынша сезінуге не нәрсе көмектеседі? 2. Менің аңсарым не нәрсеге қатты ауып тұрады? 3. Жұбайым орындайтын немесе орындамайтын, айтатын немесе айтпайтын нәрселердің арасында менің жанымды қатты жаралайтыны қайсысы? Осы сұрақтарға жауап тапсаңыз, көздеген мақсатыңызға жетіп те қаларсыз. Егер жұбайыңыздың сөзбен қолдап, қуаттау аса маңызды болса, бұл сіздің негізгі махаббат тіліңіз деген сөз. Егер сіздің күйеуіңіз не әйеліңіз екеуіңіздің мүмкіншілігінше бірге уақыт өткізгеніңізді және тек бір-біріңізге ғана барынша көңіл бөлгеніңізді қаласа, әрі мұны аса маңызды санаса, жұбайыңыздың махаббат тілі уақытты мазмұнды өткізу болғаны. Өзіңіздің басты махаббат тіліңізді анықтаудың тағы бірнеше тәсілі бар. Айталық, сіз отбасылық өміріңіздің өткен кезеңдеріне көз тастап, өзіңізге былай деп сұрақ қоя аласыз: мен жұбайымнан нені көп талап еттім? Осы сұрақтың жауабы не болса да, оның сіздің махаббат тіліңізге тікелей қатысы бар. Әрине, мұндай талаптарға жұбайыңыз өзінің тынышын алған беймаза ызың ретінде ғана қарауы мүмкін. Бірақ шын мәнінде бұл сіздің жұбайыңыз тарапынан эмоциялық махаббатты алуға деген ұмтылысыңыз еді. Өзіңіздің негізгі махаббат тіліңізді анықтаудың үшінші бір амалы бар.
Ол үшін жұбайыңызға деген өз сезіміңізді қандай жолмен білдіретініңізді саралап көріңіз. Оның көңілін табу үшін не істесеңіз, өзіңіз де осы нәрсені қалайтын боларсыз. Дегенмен бұл жерде жағдай басқаша болуы мүмкін екенін де ескеру керек. Мысалы, әкеңіз анаңызға деген махаббатын білдіру үшін үнемі тамаша сыйлықтар жасаса, сіз де өскен соң әкеңізден көргенді істеуіңіз ықтимал. Алайда, сый-сияпат алу сіздің негізгі махаббат тіліңіз болмауы мүмкін. Осы аталған үш тәсілді қолдану сізге өз махаббат тіліңізді анықтауға көмектеседі. Егер жоғарыда айтылған бес тілдің екеуі сізге әсері жағынан бірдей көрінсе, екеуі де махаббатты білдірудің қуатты құралы көрінсе, сіздің негізгі махаббат тіліңіз екеуі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жұбайыңыздың міндеті жеңілдей түседі. Енді өз махаббатын білдіру үшін оның қолында екі бірдей мүмкіндік бар. Егер жазбаны соңына дейін тыңдаған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Махаббатпен, Перизат Сұлтан.